Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғаламшарлар, планеты. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Ғаламшар, планеты. Телескоп. Ірі, крупный. Ұсақ, мелкий. Суреттерді атауымен сәйкестендіріп айт. Сопоставь картинки и слова. Бірінші сурет – телескоп. Екінші сурет – зымыран. Үшінші сурет – аспан. Төртінші сурет – ғаламшар. Екінші тапсырма. Балалар не туралы сөйлесті? Прочитай. О чем говорили ребята? Айсана. Сәлем, Қуаныш. Туған күнің құтты болсын. Қуаныш. Рахмет. Бақыт екеуің маған келіңдер. Әкем телескоп сыйлады. Ғаламшарларды қараймыз. Айсана. Керемет сыйлық. Қазір Бақытқа айтамын. Қуаныш. Алақай, менің достарым келеді. Айсана. Привет, Қуаныш. С днем рождения тебя. Қуаныш, спасибо. Приходите вместе с Бақыт. Папа мне подарил телескоп. Будем вместе смотреть планеты. Айсана. Прекрасный подарок. Сейчас я скажу Бақыт. Қуаныш. Ура! Придут мои друзья. Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап айт. Ответь на вопросы. Диалогке қатысқан оқушылардың көңіл күйі қандай? Диалогке қатысқан оқушылардың көңіл күйі керемет. Қарамен берілген сөйлемдер соңына неліктен леп белгісі қойылды? Себебі көңіл күйдің көтеріңкі екенін білдіреді. Есте сақтайық. Запомните. Бұйыру, приказывать. Тұр, бері кел, встань, иди сюда. Таңғалу, сүйсіну, қуану, удивляться, любоваться, радоваться. Тогда мы используем такие слова. Керемет, өте әдемі, қалай жарқырайды, алақай. Үндеу, ұран айту, призывать. Алға, алға Қазақстан, жасасын Қазақстан. Төртінші тапсырма, сөйлемдердің соңына нүкте немесе леп белгісін қой. Поставь знаки препинания в конце предложения точку или же восклицательный знак. Төртінші тапсырма диалог құра, көңіл күйді білдіретін сөйлемдерді қатыстыр. Составь диалог и используй слова, которые выражают эмоцию, настроение. Үлгі. Примерный диалог. Вы составляете свой диалог. Қуаныш. Алақай. Анасы не болды балам? Қуаныш. Алақай. Қатты қуанып тұрмын. Неге қуанып тұрсың? Әкем туылған күніме телескоп сыйлады емес пе? Енді ғаламшарларды зерттеймін. Құтты болсын. Әкеңе алғыс айттың ба? Әкешіме 1000 алғыс. Бесінші тапсырма, сөйлемдерді оқы, суреттен ғаламшарларды тап. Прочитай предложение и найди на картинке планеты. Бірінші, күнге ең жақын тұрған ғаламшар Меркурий. Күнді санамағанда екінші тұрған ғаламшар Шолпан. Шолпаннан кейін жер ғаламшары тұр. Төртінші тұрған ғаламшар Қызыл жұлдыз, Марс. Күнді санамағанда бесінші тұрған Есек қырған, Юпитер. Күнге біраз алыс тұрған алтыншы ғаламшар Қоңырқай, Сатурн. Уран күннен алыс орналасқан. Ол жетінші болып тұр. Күннен Алтыншы тапсырма, суретті қайта пайдалан, ең үлкен және ең кіші ғаламшарды жаз. Используй картинку и напиши самую большую планету и самую маленькую планету. Жетінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер, ответь на вопросы. Қай ғаламшарлар ірі? Какие планеты крупные? Қай ғаламшарлар кішірек? Какие планеты меньше? Күнге қай ғаламшарлар жақын орналасқан? Какие планеты расположены ближе к Солнцу? Ғаламшарлардың қайсы күннен алыс орналасқан? Какой из них стоит далеко от Солнца? На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.